Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Қайта қауыштық, мен Гүлназ дәрігер. Бұл өте маңызды әрі өмір сақтайтын тақырып. Бүгін біз сүт безін өзіңіз қалай тексеру керектігі туралы сөйлесеміз. Толық нұсқаулық, қадам-қадаммен. Әр әйел үйренуі тиіс. Неге бұл маңызды? Себебі сүт безі қатерлі ісігі. Бұл әйелдердің ең жиі қатерлі ісігі. Әр 8-ші әйелде кездеседі. Әр 8-ші. Бұл үлкен сан. Қазақстанда әр жыл сайын мыңдаған әйел осы аурумен ауырады. Бірақ жақсы жаңалық бар. Сүт безі қатерлі ісігі ертерек анықталса, 100% дерлік емделеді. Алғашқы кезеңде анықталса, жатыр алып тастаудың қажеті жоқ. Кейде тек кішкене операция, кейде дәрі-дәрмек жеткілікті. Ал кеш анықталса, өте қиын. Толық жатыр алу, химиотерапия, радиация, кейде өмір үшін күрес. Сондықтан ертерек анықтау өмір сақтайды. Қалай ертерек анықтаймыз? 3 жолы бар. Бірінші, өзіңіз айына 1 рет тексеру. Бұл әр әйелдің міндеті. Екінші, жыл сайын дәрігерге барып, маммомен тексерілу. Ультрадыбыс немесе маммография. Үшінші, кез келген өзгерісте дереу дәрігерге. Бүгін біз бірінші тармаққа фокус жасаймыз. Өзіңіз қалай тексеру керек? Себебі көп әпке апа, мен білмеймін қалай тексеру керек. Көрсетіңіз, мен қорқам, түйін табам деп дейді. Қорқпаңыздар, тексеру қиын емес. 5-10 минут уақыт, айына 1 рет. Бүгін мен сіздерге толық қадам-қадаммен үйретемін. Бір нәрсе айта кетейін. Өзіңізді тексеру дәрігердің тексеруін алмастырмайды. Бұл қосымша. Әр әйел екеуінде жасауы керек. Өзіңіз айына 1 рет, дәрігер жылына 1 рет. Сондықтан бүгінгі видеоны бастан аяқ көріңіздер. Әр қадамды мұқият тыңдаңыздар. Видеодан кейін өзіңізді тексеріңіздер. Сосын анаңызды, әпкеңізді, қызыңызды үйретіңіздер. Бұл видео өмір сақтайтын білім. Алдымен қашан тексеру керек? Біріншіден, айына 1 рет, әр айда, тұрақты. Екіншіден, дұрыс күнді таңдау. Қашан? Етеккір болатын әйелдерге етеккірдің 5-7 күні. Етеккір бітті, содан соң. Себебі, етеккір алдында сүт бездері сіңген, сезімтал, гормондар ауытқыған. Бірақ етеккірден кейін сүт бездері тыныш күйде, тексеру дәл. Менопаузадан кейінгі әпке апаларға кез келген күні. Бірақ үнемі 1 күнде, мысалы, әр айдың 5-ші күні. Күнтізбеге белгілеп қойыңыз, ұмытпайсыз. Жүкті немесе сүт беретін әйелдерге арнайы гинекологпен сөйлесу. Үшіншіден, тексеруге дайындық. Тыныш орын, жақсы жарық, уақыт болсын, асықпауға. Енді тексерудің негізгі ережелерін айтайын. Тексеру 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім – айна алдында көру. Екінші бөлім – тұрып тексеру. Үшінші бөлім – жатып тексеру. Барлығын біріктіріп, толық тексеру. 1 рет көрсетсем, өмір бойы біледі. Сондықтан бүгін мұқият тыңдаңыздар. Бірінші бөлім – айна алдында көру. 1. Белден жоғары киімді шешіңіз. Толық. Сүт бездері ашық болуы керек. Екінші, үлкен айна алдында тұрмыз, жақсы жарықпен, күн жарығы немесе мықты лампа. Үшінші, қолды босату, аяқтай тұрыңыз, тыныш. Сүт бездерін қараңыз, не іздейміз? Біріншіден, симметрия. 2 сүт безі бір-біріне сай болуы керек. Көбіне біреуі азырақ үлкен, екіншісі біршама кіші. Бұл қалыпты. Адам денесі симметриялы емес, бірақ кенеттен өзгеру белгі. Бұрын бірдей болатын, енді бір кеуде басқа болды. Кенеттен, үлкейді немесе кішірейді. Бұл назар аударатын белгі. Екіншіден, форма. Сүт бездерінің формасы өзгерген бе? Бұрын бір формада еді, енді басқа. Үшіншіден, тері. Тері қалай? Қызарған, тітіркенген, безеу пайда болған жерлер бар ма? Өте маңызды. Лимон қабығы. Терінің кейбір жерінде кішкене тесіктер пайда болуы. Лимон қабығына ұқсас. Бұл өте маңызды белгі. Сүт безі қатерлі ісігінің белгісі. Тағы, терде шұңқырлар, ойықтар. Бұл өте маңызды. Тері ішке тартылған сияқты, иіннің сезіміндей. Төртіншіден, емшек. Емшектердің формасы. Бірі ішке тартылған ба? Бұл белгі. Әсіресе кенеттен өзгерген болса. Емшектен сұйықтық шығып тұрма? Бұл өте маңызды. Әсіресе қан немесе қызғылт түсті сұйықтық. Тек бір емшектен. Жүкті немесе сүт беретін болмасаңыз. Бесіншіден, тері реңкі. Бір жерінде басқа түсті болса. Қызарған, қою түсті.
Алтыншыдан көрінетін тамырлар. Кенеттен пайда болған тамырлар, бұрын болмаған. Барлық осы тұрғанда қараңыз. Тыныш отырып, айна алдында 5 минут. Енді келесі қалпы. Қолды басыңыздың үстіне көтеріңіз, 2 қолды. Бұл қалпында сүт бездері басқаша көрінеді. Жоғары қарай. Енді тағы қарайсыз. Сол сұрақтар. Симметрия, форма, тері, емшек, тамырлар. Кейде осы қалпында жасырын белгілер көрінеді. Бұрын байқалмаған өзгерістер. Сондықтан міндетті қолды көтерген қалпында тексеру. Сосын қолды белге қою. Қол белге. Тағы қарайсыз. Сосын әр жаққа бұрылыңыз. Сол жаққа, оң жаққа, әр бұрыштан қараңыз. Барлығы бір бөлім, 5-10 минут. Не жазып аласыз? Жаңа белгілер бұрын жоқ болған, кенеттен пайда болған. Симметрияның бұзылуы, терінің өзгеруі. Барлығы қалыпты болса, жалғастыру. Бір өзгеріс байқалса, дәрігерге. Екінші бөлім, тұрып тексеру. Бұл қолмен тексеру. Сүт бездерін ұстау. Себебі кейбір түйіндер тек ұстағанда сезіледі, көрінбейді. Қалай дайындалу керек? Біріншіден, душта. Ылғал терде тексеру оңай. Қол жайлап сырғиды. Терең ұлпаларды сезу оңай. Немесе сабын құрғаған соң ылғал қол. Бұл да жақсы. Екіншіден, төсектесте. Жатып. Бірақ бұл кейінгі бөлім. Алдымен тұрып. Душта тұрып тексеру қалай? Бірінші, оң қолды жоғары көтеру. Басыңыздың арт жағына қою. Бұл сол сүт безіне ыңғайлы кіру. Екінші, сол қолды, екінші қолды сүт безіне қою. 3. Орта саусақты пайдалану. Үлкен саусақ пен кішкене саусақ пайдаланбау. Үшінші, саусақтармен айналмалы қозғалыстар жасау. Кішкене айналмалы кофе қасығы шамасында. Төртінші, әртүрлі қысыммен. Аз ғана, тек тері астында. Содан соң орташа, ортаңғы ұлпалар. Содан соң қаттырақ, терең ұлпалар. Әр жерде 3 қысым. Бесінші, сүт безін толық қарап шығу. Қалай? Көп тәсілдер бар. Мен сізге ең қарапайымын айтайын. Сағат тәсілі. Сүт безін сағат деп ойлаңыз. Сағат 12 бар. Сосын 1, 2, 3. Сосын толық айналып шығу. Сағат 12-ден бастаймыз. 3 саусақпен 12 сағат жерінде 3 қысым. Аз, орташа, қатты. Сосын 1 сағат, 3 қысым. Сосын 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, сосын қайтып 12. Барлық сүт безін айналып шығу. Әр жерінде 3 қысым. Сосын ортасына қарай, спираль тәсілмен. Сыртынан ортаға қарай. Емшекке дейін. Сосын емшекті өзін тексеру. Жайлап басу. Сұйықтық шығады ма? Кейін қолтық астын тексеру. Лимфа түйіндерін. Қандайда бір түйін бар ма? Барлығын оң сүт безімен жасадық. Сосын солға ауысамыз. Сол қолды басқа жоғары. Оң қолмен сол сүт безін тексеру. Сол қалай? Не іздейміз? Біріншіден, түйіндер. Кез келген түйін назар аударатын. Кішкене назар аударыңыз. Үлкен дереу дәрігерге. Қалай түйін сезіледі? Қалыпты сүт безі жұмсақ. Біркелкі емес, бірнеше біркелкі емес жерлер болуы мүмкін. Бірақ басқа жерде ұқсайды. Түйін бөлек, қаттырақ. Дөңгелек немесе бұрыштары бар. Сүт безі ұлпасынан басқа. Сүт безі қатерлі ісігінің классикалық белгісі қатты, қозғалмайтын бұрыштары бар түйін. Кейде ауырмайды. Қатерсіз ісіктер жұмсақ, қозғалмалы, дөңгелек. Кейде ауырады. Бірақ бұл жалпы. Дәл диагнозды тек дәрігер қояды. Кез келген түйін дәрігерге барып тексерту. Екіншіден, қату жерлер. Толық түйін емес, бірақ ұлпасы басқа жерден қаттырақ. Бұл да белгі. Үшіншіден, ауыру. Тұрақты ауыру. Цикл алдындағы ауыру қалыпты. Цикл арасында ауыру белгі. Төртіншіден, температура. Жергілікті ыстық сезім, қызарумен бірге. Үшінші бөлім, жатып тексеру. Бұл толық тексерудің соңғы бөлігі, бірақ өте маңызды. Себебі жатқанда сүт безі жайылып жатады. Терең ұлпаларды сезу оңай. Қалай жасау керек? Бірінші, арт жаққа жату. Жайылмалы орын, төсек.
Екінші, оң сүт безін тексеру үшін оң иіннің астына кішкене жастық немесе түскен сүргі қою. Бұл оң сүт безін жайылтады. Үшінші, оң қолды бас үстіне көтеру. Төртінші, сол қолмен оң сүт безін тексеру. Дәл бұрынғыдай. 3 саусақ, айналмалы қозғалыстар, 3 қысым, сағат тәсілі. Барлығын айналып шығу. Бесінші, қолтық астын, лимфа түйіндерін. Алтыншы, сол сүт безіне ауысу. Сол иіннің астына жастық, сол қолды бас үстіне, оң қолмен тексеру. Жатып тексеру неге маңызды? Кей түйіндер тек жатып сезіледі. Тұрғанда сүт безі салбырап тұр. Терең ұлпалар жасырынған. Жатқанда сүт безі жайылады. Терең ұлпалар жақын келеді. Терең түйіндер сезіледі. Көп әпке апа, маған тұрып тексеру жетеді дейді. Жоқ, 3 қалпы міндетті. Тұрып, жатып, душта. Барлығы 5-15 минут уақыт. Айына 1 рет. 6 сағат жылына, 1 жылда. Бұл өмір сақтау үшін. Енді мен сіздерге қандай белгілерге дәрігерге дереу баруға тиіс екенін айтайын. Бірінші, кез келген түйін, жаңа табылған, кішкене болсын, дәрігерге. Екінші, сүт безінде қату жер, ұлпасы басқа жерден қаттырақ. Үшінші, тері өзгерістері, қызару, лимон қабығы, безеу, тітіркену, жара пайда болуы. Төртінші, сүт безінің формасының өзгері, бір кеуде басқа болды. Бесінші, емшектің ішке тартылуы, бұрын тура шыққан, енді ішке. Алтыншы, емшектен сұйықтық, әсіресе бір емшектен, әсіресе қан, қызғылт, қою, жүкті немесе сүт беретін болмасаңыз. Жетінші, сүт безіндегі тұрақты ауру, цикл алдындағы қалыпты, тұрақты белгі. Сегізінші, қолтық астында түйін, лимфа түйіндерінің ұлғаюы. Тоғызыншы, сүт безінің кенеттен үлкеюі немесе кішірейуі. Оныншы, сүт безіндегі асимметрия, кенеттен пайда болған. Барлық осы белгілерде дереу гинекологқа немесе маммологқа, ертеңге қалдырмау. Көп әпке апа қорқады, дәрігерге барсам қатерлі ісік табылады дейді. Жоқ, көп жағдайда қатерсіз, 70-80%, тек тексеру керек, расталу. Қандай қатерсіз жағдайлар жиі болады? Біріншіден, фиброаденома, жас әйелдерде жиі. Қатерсіз ісік, қозғалмалы, жұмсақ. Екіншіден, киста, сүт безіндегі сұйықтыққа толған қалта, қатерсіз. Үшіншіден, мастопатия, әйелдердің 50%-ында бар, гормондық бұзылыс. Етеккір алдында сүт безі ауырады. Төртіншіден, абсцесс, қабыну, жиі сүт берген кезеңде. Бесіншіден, липома, май ұлпасынан түйін, қатерсіз. Барлық осылар қатерсіз, бірақ тек дәрігер диагноз қояды. Сондықтан өзіңіз диагноз қоймаңыз. Бұл киста шығар демеңіз, дәрігерге барыңыз. Енді мен сіздерге сүт безі қатерлі ісігінің қаупін көтеретін факторларды айтайын. Біріншіден, жас. Жасы ұлғайған сайын қаупі көбейеді, әсіресе 50 жастан кейін. Бірақ жастарда да болады. Сондықтан әр жастан тексерілу. Екіншіден, отбасылық тарих. Анаңызда, әпкеңізде, апайыңызда сүт безі қатерлі ісігі болса, қаупыңыз көбірек, шамамен 2 есе. Үшіншіден, ерте етеккір. 9-10 жасында етеккір басталса. Төртіншіден, кеш менопауза, 55 жастан кейін. Бесіншіден, балалы болмау немесе кеш балалы болу, 35 жастан кейін бірінші бала. Алтыншыдан, сүт бермеу, сүт беру қаупын азайтады. Жетіншіден, артық салмақ, әсіресе менопаузадан кейін. Сегізіншіден, алкоголь, күн сайын қаупі көбейеді. Тоғызыншыдан, темекі. Оныншыдан, гормондық дәрілер ұзақ ішу. 11-шіден, радиацияға ұшырау, әсіресе жасында. 12-шіден, аз қозғалыс. 13-шіден, кейбір тағамдар, қызыл ет, өңделген тағам, тым тәтті. Қаупі көп болса, әсіресе мұқият болу керек. Жыл сайын маммография. Кейде гинеколог жиі тексеруді ұсынады. Қаупін азайтудың әдістері. Біріншіден, дұрыс тамақтану. Көп көкөніс, балық, жаңғақ, қызыл ет аз, алкогольден бас тарту. Екіншіден, қозғалыс, күн сайын жаяу жүру. Үшіншіден, артық салмақты жою. Төртіншіден, темекіні тастау. Бесіншіден, алкогольді тастау немесе тым азайту. Алтыншыдан, стрессті басу.
7-ден сүт беру мүмкін болса, кем дегенде 6 ай. 8-ден жыл сайын тексерілу. 9-дан өзіңізді айына 1 рет тексеру. 10-дан гормондық дәрілерді тек дәрігердің кеңесімен. Енді мен сіздерге дәрігерлік тексеру туралы айтайын. Өзіңізді тексеру дәрігерді алмастырмайды. Әр әйел жыл сайын дәрігерге баруы тиіс. 20 жастан кейінгі әйелдерге гинеколог қарауы жыл сайын. Қол арқылы тексеру. 40 жасқа дейін ультрадыбыс. Себебі жас сүт бездері тығыз. Маммография жақсы көрсетпейді. Ультрадыбыс өте жақсы. 40 жастан кейін маммография. Жыл сайын немесе 2 жылда 1 рет. Маммография қандай? Арнайы рентген аппараты сүт безін қысады. Аз ғана ыңғайсыздық бірнеше секунд, бірақ нәтиже өмір сақтайды. Кей әпке-апа қорқады, ыңғайсыз, ауыр дейді. Шынында бірнеше секунд, бірақ мәңгі денсаулықты сақтайды. Маммография жыл сайын әр әйелдің міндеті 40 жастан кейін, менопаузадан кейін де жалғастыру. МРТ кей жағдайларда. Көп қаупі бар әйелдерге биопсия, егер күмән болса, кішкене ұлпа алып гистологиялық анализ. Барлық бұл өмір сақтау құралдары. Ят емес, ауыр емес. Бір күн уақыт, мәңгі денсаулық. Енді мен сіздерге өмірлік мысалдар айтайын. Бұлар менің кабинетімнен. Бір апа 49 жасында, дені сау, шағымы жоқ, бірақ жыл сайын тексерілуді жасайды. Етеккірден кейін өзін тексереді. Бір айда кенеттен кішкене түйін тапты, жұмыртқа дәні мөлшерінде. Дереу маған келді, тексердім, шынында түйін бар. Маммография күмән, биопсия қатерлі ісік. Алғашқы кезеңде. Дереу операция. Кішкене бөлік қана алынды. Сосын қысқа курс химиотерапия. 8 жыл өтті, әпке сау, жұмыс істейді, өмір сүреді. Балалары мен немерелерімен бақытты. Егер ол ай сайын тексермесе, ауру өсетін еді. 1 жыл өтсе, кешеуілдер еді. 3 жыл өте кеш. Сүт безін толық алу. Ауыр химия, кейде өмір сақтай алмайды. 1 ай 10 минут өмір сақтады. Тағы бір мысал. Жас әйел 35 жасында. Анасында сүт безі қатерлі ісігі болған. Қаупі көп. Сондықтан жыл сайын тексеріледі. Айына 1 рет өзі. Бір күні сүт безінің тері реңкі өзгерген. Шамалы. Кейбір бөлігі қызарған. Безеу пайда болған. Маған келді, тексердім. Маммография кейбір күмән. Биопсия қатерлі ісік. Тері формасы. Сирек, бірақ қауіпті түрі. Дереу операция. Қысқа курс емдеу. Сау. Қазір балалары үлкен. Анасы сияқты 1 жасында өлмеді. Тексеру өмірін сақтады. Үшінші мысал қайғылы. Бір апа 60 жасында. Тексерілмеген. Маған қажет емес дейді. Бір күні сүт безінде үлкен түйін тапты. Анық. Бірақ басқа да белгілер. Үлкен. Тері, лимон қабығы. Қолтық астында түйіндер. Маған келді. Дереу анализдер. Сүт безі қатерлі ісігі 3-ші кезеңде. Метастаздар. Емдедік. Ауыр химиотерапия, радиация, сүт безін толық алу. Бірақ рак өкпеге де таралған. 3 жыл апа кетті. Жас, балалары жетім қалды. Ертерек тексерілсе, басқаша болар еді. Сондықтан мен сіздерге айтамын. Тексеріңіздер, өзіңізді. Айына 1 рет. Жыл сайын дәрігерге. Бұл қажетсіз шара емес, бұл өмір сақтау. Енді кейбір жиі қойылатын сұрақтарға жауап берейін. Қандай жастан өзіңді тексеруге бастау керек? 20 жастан. Тіпті 20 жасқа дейін мүмкін. Менопаузадан кейін тексеру керек пе? Иә, тіпті керек. Жасы ұлғайған сайын қаупі көп. Сүт бере жатсам қалай тексеремін? Сүт берген кезеңде тексеру қиынырақ, бірақ міндетті. Сүт берген соң толық тексеру. Кеудем кіші, тексеруге болады ма? Иә. Кеуде мөлшеріне қарамайды. Тексеру әркім үшін. Кеудем үлкен, қалай тексеру керек? Жатып тексеру әсіресе маңызды. Жатқанда сүт безі жайылады. Жасырын ұлпалар жақын. Терең тексеру. Кеудеме операция жасалған. Тексеру керек пе? Иә, тіпті керек. Гинекологпен сөйлесу. Мен қорқам, түйін табам деп қорқамын. Қорқпаңыз. Көбіне қатерсіз, бірақ табылса, ертерек анықтау өмір сақтайды. Маммография ауыр ма? Аз ғана ыңғайсыздық. Бірнеше секунд. Өмір сақтайтын секундтар. Тұқым қуалайды ма? Иә, кейбір жағдайларда. Анаңызда, әпкеңізде болса, қаупіңіз көп. Әсіресе мұқият болу керек. Маммография радиациясы зиян ба? Жоқ. Доза өте аз.
Қаупі мөлге жақын. Пайдасы өте көп. Әпкеме түйін табылды, менде де табылады ма? Қаупіңіз көп. Жыл сайын тексеру міндетті. Маммография 40 жасқа дейін бастау. Енді мен сіздерге кейбір аналар мен қыздарға арналған кеңестер айтайын. Аналарға. Біріншіден, қыздарымызды үйретіңіздер, жасынан, 20 жастан бастап өздерін тексере білу. Екіншіден, ашық сөйлесіңіздер, ұят емес, денсаулық ең қымбат. Үшіншіден, бірге тексерілуге барыңыздар. Мысал ретінде. Қыздарға, жас әйелдерге. Біріншіден, жасынан үйрену, 20 жастан. Екіншіден, анаңыздың тарихын білу, өз қаупіңізді бағалау. Үшіншіден, дәрігерден ұялмау. Бір рет барсаңыз, әдетке айналады. Жасы үлкен әпке-апаларға. Біріншіден, өзіңізді тексеруді тоқтатпаңыздар. Менопаузадан кейін де, тіпті керек. Екіншіден, маммография жыл сайын, жасы ұлғайған сайын қаупі көп. Үшіншіден, белгілерді елемеу, жасыма байланысты демеу, дереу дәрігерге. Енді бұл видеоны қорытындылайын. Сүт безін айына бір рет өзіңіз тексеру әр әйелдің міндеті. 5-10 минут уақыт, айына бір рет, өмір сақтайды. Тексерудің 3 бөлімі. Бірінші, айна алдында көру. Симметрия, форма, тері, емшек. Екінші, тұрып тексеру, қол арқылы. Айналмалы қозғалыстар, сағат тәсілі. Үшінші, жатып тексеру, терем ұлпаларды сезу. Қашан тексеру керек? Етеккірден кейінгі 5-7 күн. Менопаузадан кейінгі әпке-апаларға әр айдың бір күнінде. Қандай белгілерге назар аудару керек? Кез келген тиын, қату жер, тері өзгерістері, формасының өзгеруі, емшектің ішке тартылуы, емшектен сұйықтық, тұрақты ауру, қолтық астында тиын. Барлық осы белгілерде дереу дәрігерге. Қаупін азайту, дұрыс тамақтану, қозғалыс, артық салмақты жою, темекі мен алкогольді тастау, стрессті басу, сүт беру, жыл сайын тексерілу. Маңыздысы әрекет ету. Бұл видеоны көрген соң, бүгін немесе ертең өзіңізді тексеру. Сосын әр айда, тұрақты. Қыздарымызды үйретіңіздер, жасынан. Олардың денсаулығы сіздерден басталады. Жасы үлкен ата-аналарымыз туралы ойлаңыздар. Олар көбіне білмейді. Үйретіңіздер. Олардың өмірін сақтай аласыздар. Жұбайыңызбен сөйлесіңіздер. Ол да сізге назар аударуы тиіс. Қатынас кезінде кеудеңізде өзгеріс байқаса айтуы керек. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін зор рахмет. Сіз бүгін көп білім алдыңыз. Сүт безін өзіңіз қалай тексеру керектігі туралы. Қандай белгілерге назар аудару керек? Қашан дәрігерге бару керек? Бірақ ең маңыздысы әрекет ету. Бұл видеоны көрген соң, бүгін кешке өзіңізді тексеріңіз. Бірінші рет. Сосын әр айда. Бір күнді таңдаңыз, күнтізбеге белгілеңіз. Ұмытпаңыз. Бұл видео өмір сақтайтын сіздің өміріңіз. Сіздің қыздарыңыздың өмірі. Сіздің анаңыздың, әпкеңіздің өмірі. Бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналыма жазылыңыздар. Мен сіздерге арналған тағы көп пайдалы видеолар дайындап жатырмын. Пікір қалдырыңыздар. Өз тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер. Қақан тексерілдіңіз, не таптыңыз? Басқа әпке-апаларға көмек болады. Әпке-апаларымызға, аналарымызға, қыздарымызға, келіндеріңізге осы видеоны жіберіңіздер. Бұл әр әйелге қажет ақпарат. Сіздің жіберген видеоңыз көп әйелдің өмірін сақтай алады. Бір видео 1000 әйел көреді, тексеріледі, ертерек анықтайды, жазылады. Бұл таңғажайып. Бір видео 1000 өмір сақтайды. Аман болыңыздар, денсаулық толы болсын, отбасыңыз тыныш болсын, сүт бездеріңіз сау болсын. Алла тағала барлығымызға, әсіресе апа-әкелерімізге және қыздарымызға жақсы денсаулық, ұзақ өмір, бақыт бере көрсін. Әр әйел сау болсын, әр отбасы сау болсын. Келесі кездескенше қош болыңыздар. Мен Гүлназ дәрігер, қайта кездескенше.